2019 жаңа коронавирустық аурудың алдын алуға арналған вакцина немесе арнайы емделу амалдары бар ма? Дүние жүзінің жерлерінде арнайы вирустық зерттеу орталықтары коронавирусының вакцинасын зерттеп жасауға тырысып жатыр. Вакцина жасалған күнде де қауіпсіздік үшін ол 2-3 айлық сараптамадан өтуі тиіс. Өкінішке орай, әзірге дейін жақсы нәтижелер болмай отыр. Сондықтан, мүмкіндіктің барынша коронавирусынан қорғану тәртібі бойынша жұмыс жасағаныңыз жөн болады. Құрметті көрермендер, коронавирустық мәліметтер және одан сақтану жолдарын үгіттеу мақсатында бұл бейне материалды туыс-туғандарыңызға, жақындарыңызға таратыңыз. Каналға жазылып қоңырау белгісін бассаңыз, әлемдегі ең жаңа коронавирустық ақпараттардан хабардар бола аласыз. Денсаулық зор байлық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.